Өткенде бір жігітпен сөйлесем, мынандай сұрақ қояды. Бір көрініс байқалады осы ұстаздарда, имамдарда дейді. Жаңағы джиптармен, қара джиптармен жүреді. Әлеуметтік желіде неше түрлі видеолар шығады дейді. Ол бір хайптың белгісі ма, или пиар ма, бұл қайдан пайда болған нәрсе? Бұны қарапайым қазақша түсіндіретін болсақ, пендешілік дейміз ғой. Адам ғой ол. Демек, сонша ішіндегі, сонша Құран аяты, сонша сүренің бәрін жинап келгенде, сонша сүреден, сол деңгейдегі аяттан бойына бір аят жұқпағандық қой. Шын мәнінде солай. Басқаша мен айта алмаймын. Неге? Өйткені өзі үлгі болып берудің орнына қарапайымдылықтың символы болып дініміз өзі қарапайымдылыққа үндейді. Кезінде пайғамбар да, Әзірет Омар да сондай әлемді елді билеген кісілердің қарапайымдылықтың рәмізі болған. Кейбір ұстаздарға біз сиынып кеткендер бар да, бұл дұрыс емес. Ол адам, ол пенде, ол жаңағы сөйтіп көлікке мініп, жаңағы қымбат көліктермен жүріп, қасында спортсмен жігіттерді күзетшілерменен, охранамен жүрген болса, енді не көрсетсе, енді шынайы бет перденің басқа екенін көрсетті енді. Сол үшін тәлімді болу керек адам.